Көкірек толған қайға, кісінің өзіне де билетпей, ойды шымырлатып, уынды құртып, я көзден жас болып ағады, я тілден сөз болып ағады. Қазақтар, Құдай, жас баладай қайғысыз қыла көр деп, тілек тілегенін өзім көрдім. Онысы, жас баладан көрі өзі есті кісі болып, ескермес нәрсені жоқсып, қайғылы кісі болғансы ғана. Қайғысы не десең, мақалдарынан танырсың. Түстік өмірің болса, күндік мал жей. Өзіңде жоқ болса, әкеңде жат. Мал адамның бауыр еті. Малдың беті жарық, малсыздың беті жарық. Ер азығы мен бір азығы жолда. Ердің малы елде, еріккенде қолда. Берген перде бұзар, алаған қолын береген. Мал тапқан ердің жазығы жоқ. Байдан үмітсіз, Құдайдан үмітсіз. Қарның ашса, қарал үйге шап. Қайраңы жоқ көлден без, қайры жоқ елден без деген осындай сөздері көп, есепсіз толып жатыр. Бұл мақалдардан не шықты? Мағлұм болды. Қазақ тыныштығы үшін, ғылым үшін, білім үшін, әт үшін қам жемейді екен. Бірақ мал үшін қам жейді екен. Ол малды қалайша табуды білмейді екен. Бар білгені, малдыларды алдап, мақтап алмақ екен. Бермесе, оныменен жауласпақ екен. Егер малды болса, әкесін жаулауды да ұят көрмейді екен. Әйтеуір ұрлық, қулық, сұмдық, тіленшілік. Соған ұқсаған қылықтың қайсың болса да қылып мал тапса, жазала демесе керек екен. Бұларының жас баланың ақылынан несі артық? Бірақ жас бала қызыл ошақтан қорқушы еді. Ал бұлар тозақтан да қорқпайды екен. Жас бала ұялса, жерге ені жаздаушы еді. Бұлар неден болса дей алмайды екен. Сол ма артылғаны? Қолымыздағыны үлестіріп талатпасақ, бізде өзіңдей болмасақ безеді екен. Іздеген еліміз сол ма?